Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай дәмі керемет хворстың рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен 1 килограмм ұнымызға тұзымызды сеуіп, және де оған 10 граммдық разрыхлителді қосып, ұнымызды араластырып аламыз. Одан кейін ерітілген 200 граммдық сары майымызды ұнымызға құйып, үгінділер жасаймыз. Келесі 250 грамм жылы суымызға 1 шай қасық шафранды қосып, араластырып қойып қоямыз. Енді бізге 2 дана жұмыртқаны жаңағы дайын болған ұнымызға саламыз, және оның үстіне шафран қосылған суымызды құйып, су мен жұмыртқаны жақсылап араластырып аламыз да қамыр елейміз. Қамырымыз дайын. Қамырымыз жұмсақ немесе қатты болмау керек. Енді қамырды осылай пищевой пленкаға орап, 10 минутқа қойып қоямыз. Келесі хворстың салмасына 100 грамм фисташка, қара изюм және де арахис аламыз. Осылардың барлығын осылай видеодағыдай ұсақтап аламыз. Мясорубкадан өткізулеріңізге де болады. Және де оның үстіне 1 ас қасық табиғи балды салып, жақсылап араластырамыз. Енді 10 минут тұрған қамырымызды алып, оны 2-ге бөліп аламыз. Қамырдың екінші бөлігін пищевой пленкаға орап қоя тұрамыз да, бірінші бөлігін видеодағыдай осылай илеп аласыздар да, оған кукурузный крахмал себе отырып жазып аламыз. Осылай жазып алған қамырымызды видеодағыдай 4 бұрыш қып бүктеп аламыз да, оны зип пакеттің ішіне саламыз. Және де 30 минут холодильникке қоямыз. Екінші қамырды да жазып, оны осылай бүктеп, зип пакетке салып, 30 минут холодильникке қоямыз. Келесі 30 минут тұрған қамырымызды аламыз, және оның үстіне кукурузный крахмалды себіп жазамыз. Қамырымызды бір келкі қылып, және де өте жұқа болмайтындай етіп жазып аламыз. Қамырымыз дайын, осылай жазып алдым. Енді дөңгелек формамен қамырымызды дөңгелек қылып кесіп аламыз. Келесі кесілген дөңгелек қамырымыздың үстіне кукурузный крахмалды осылай жағып шығамыз да, 2 дөңгелекті бір-бірінің үстіне қоямыз. Кесілген қамырларымыз дайын. Енді салмасын осылай домалақ қып аламыз да, оларды жаңағы қамырдың ортасына видеодағыдай етіп салып шығамыз. Келесі қамыр мен салманы видеодағыдай домалақтап аламыз. Келесі домалақ қамырларымыздың үстін пышақпен осылай кесеміз. Дайын болған домалақ қамырларымызды ысып тұрған майға осылай қасықпен үстіне қамырдың май құя отырып пісіріп аламыз. Қамырымызды майға салған кезде
осылай гүл сияқты ашылу керек. Осылай әрбір дөңгелек қамырды май құя отырып қызарғанша пісіреміз. Міне достар, хворостарымыз дайын, ашылған гүл сияқты болып піседі. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте керемет қытырлақ болып пісті. Енді сахарный пудраны осы хворостың үстіне ситу арқылы сеуіп шығамыз. Достар, менің жұмысымды бағалап, маған тіркеле кетіңіздер. Менің әрбір түсірген видеомды достарыңызбен, туыстарыңызбен бөлісе отырыңыздар.